Бірінші мына видеоны қарап алайық. Осы жерде мына жүргізуші өзі келе жатып, мына жол тайғақ кезде жылдамдығы жоғары болды да, сосын осы бұрылыста оңға бұрылып жатып, келіп, мына көлікпен соқтығысты. Енді видеоны дұрыстап қарап алыңыз тағы да. Әрине бұл жерде қарап отырсаңыздар, мына жүргізуші оңға бұрылған кезде ол үлкен жылдамдықпен келді, иә, біріншіден. Екіншіден, мына тайғақ жолда дөңгелекті сіз келе жатқан кезде дөңгелек тайғанайды. Енді сол кезде ол дөңгелек тайғанаған кезде сіз рульді бұратын болсаңыз, егер сіздің жылдамдығыңыз жоғары болатын болса, онда болды деген сөз. Яғни сізді көлік тыңдамайды. Сізді көлік қай кезде тыңдамайды. Яғни көлік салмағы ауған жаққа қай кезде жүреді. Осыны қазір біз айтып өтеміз. Біріншіден, көлік сіз тежегішті басқан кезде мына дөңгелекпен жердің байланысы үзілген болатын болса, яғни дөңгелегіңіз тайғанап баратқан болса, ол жол тайғақ болсын немесе жол тайғақ емес құрғақ жолда сіз қатты үлкен жылдамдықпен келе жатып тежегіш басатын болсаңыз, демек сол жерде сіз тежегіш басқан кезде егер мына дөңгелегіңіз зырғанап кететін болса, кішкене болса да, онда болды деген сөз. Сіз рульді қайда бұрсаңыз да, оңға бұрсаңыз да, солға бұрсаңыз да, сізді көлік тыңдамайды. Ол қайда салмағы ауып келе жатыр? Ол мысалы осы жағдайда оның салмағы тек қана тіке ауып келе жатыр, инерция бойынша. Ол тіке қарай жүріп келе жатқан кезде мына бұрылысқа сыймай қалды. Енді осы жүргізушінің қателігін айтып өтейік және осындай жағдайға келесіде түспеудің амалын айтайық. Біріншіден, осындай жол тайғақ кезде сіздің жылдамдығыңыз 20 км/сағаттан аспағаны дұрыс. 20-25 км/сағаттан аспасын. 20-дан асырып жүрмеуге кеңес береміз. Мысалы, мына жүргізуші шамамен 40-50-мен келе жатыр. Осының өзінде ол бұрылып үлгермей жатыр. Сонда біріншіден, бұл жүргізушіге жылдамдықты бәсеңдету керек. Оны қай жерде бәсеңдетеді? Әрине, бұрылыс алдында осы бұрылысқа жақындаған кезде бір 20-30 метр жерде ол міндетті түрде мына жылдамдығын кішкене бәсеңдету керек. Жылдамдығын бәсеңдеткен кезде оның да нюанстары бар. Егер сіз тежегішпен бәсеңдететін болсаңыз жылдамдығыңызды, ол кезде сіз тежегішті бірден басқан кезде мына дөңгелек тоқтап қалатын болсақ, айналмай, онда бірден сол жерде сіздің дөңгелегіңіз тайып, жол мен дөңгелектің байланысы үзіліп, сол жерде сіздің көлігіңіз бүйтіп ауытқи бастайды. Мына бетке осылай ауытқи бастайды. Бітті. Ол кезде де сіз көлікті басқара алмай қаласыз. Ол кезде бірден сіз тежегішті жіберуіңіз керек. Сол кезде дөңгелек айналып, мына жолмен байланысы қайтадан жасалып, сол алға қарай жүреді. Енді сіз осы жерде тежегішті баспай қалай мен жылдамдықты бәсеңдетем деген сұрақ туындауы мүмкін сізде. Сіз ең алдымен бұл жерде мына жүріп жатқан кезде сіз ең алдымен газды баспауыңыз керек. Бірінші іс-әрекетіңіз сол. Одан кейін тежегішті басатын болсаңыз, тежегішті кішігірім ғана басуыңыз керек. Одан кейін егер сізде механика болатын болса, сіз мына төменгі беріліске передачаға қосуыңыз керек. Ал егер сізде автомат көлігі болса, онда сіз көліктерде плюс-минус деген болады. Сол жерде минусқа қарай бір тартып жіберсеңіз, онда сол қозғалтқыш арқылы тежеу жүзеге асырылады. Ал енді сізде автоматыңызда онда плюс деген, минус деген не болмайтын болса, онда сізге тек қана мына газды баспайсыз, тежегішті кішкене ғана басып, мысалы алдын ала қиылысқа дейін сіз 30-40 метр жерде осы тежеуді бастайтын болсаңыз, қозғалтқышпен тежеуді, онда үлгересіз сол қиылысқа дейін, бұрылысқа дейін. Түсінікті ме? Газды баспайсыз, тежегішке кішігірім ғана басасыз, кішкене ғана диапазонда. Сосын барып көлігіңіз жаймендеп тежеп бастайды ана қиылысқа, яғни жаңа бұрылысқа жетем дегенше. Содан кейін барып, сіз сол жерде жылдамдығыңыз бәсеңдеп барасыз, сол жерде жаймен бұрыласыз. Енді қарап отырсаңыз, мына жерде мына жүргізушіні не құтқарды? Бұл жерде екі жүргізуші де аман қалған себебі, мына алдындағы соғып тұрған көлікке негізі ол кәдімгі жүргізуші отқан жағынан соғып тұр, сол жағынан. Өте қауіпті негізі. Осындай удар, яғни осы жақтан келетін соққы өте ауыр болады жүргізушіге.
Ал мына жерде ондай қатты ауырған жоқ, себебі біріншіден жол тайғақ, яғни ана көлікке, алдындағы көлікке соққанның өзінде ол жолдан тайып кетіп тұр. Яғни ал егер жол құрғақ болып осылай соғатын болса, әрине екі көліктің де салмағы ауыр, бұл жерде салдары ауыр болатын еді. Сол себепті бұл жерде мына жүргізуші қазір жай жылдамдықпен келіп әйтеуір соқты. Бұл жүргізуші мына жерде оңға неге бұрмай жатыр деп ойлауларыңыз мүмкін кейбіреулеріңіз. Бұл жүргізуші рульді до конца оңға бұрып тастаған негізі. Бірақ ол көмектеспейді. Дөңгелек былай оңға бұрылып тұр, бірақ ол алға қарай жүріп баратыр. Неге? Себебі көліктің салмағы алға ауып жатыр. Түсінікті ма? Яғни ол рульді бұрғанның өзінде бұл еще мына жерде тежегіш басқан болуы мүмкін. Енді бұл тежегіш басса да баспаса да бұл жерде ешқандай шара жоқ. Бұның жылдамдығы үлкен болып тұрғасын осындай жағдай орын алып тұр. Яғни бұл қазір рульді былай бұрса да, былай бұрса да, ол бұл жерден ешқалай шыға алмайды бұл ситуациядан. Яғни бұл жерде ең дұрыс решение осы. Шешім осы болды. Қазір осы екеуінің соққысы жылдамдығы аз болып, әйтеуір қатты салдары болмады. Келесіде бұл жүргізуші жылдамдығын асырмай дұрыстап жүретін болады. Сіз де солай жасаңыз, ертең жолда жүрген кезде құрғақ жолдың өзінде мен сіздерге осындай мысал келтіріп берейін. Құрғақ жолдың өзінде мына жүрген кезде осылай жүргізушілер келе жатқан кезде бір жүргізуші асығып жолға ауыстырғысы келді. Қазір мен сіздерге оны тақтада түсіндіріп беремін. Жолда осындай жағдай орын алды. Міне кәдімгі құрғақ жолда ешқандай жол тайғақ емес. Кәдімгі көз алдымызда осылай жағдай болды. Мына жерде мына жүргізуші келе жатты. Мынау жылдамдығы кішкене бәсең болды. Енді бұл келе жатқан кезде мына артындағы жүргізуші асығып мына жолаққа қатты жылдамдықпен келе жатты да, мына жолаққа ауысып жатырған еді. Бұның алдындағы көлік бір кезде мына жерде пешеход келе жатыр еді. Мына көлік тежеп бастады. Яғни мынау қатты жылдамдықпен келіп былай ауысып жатқан кезде мынау тежеп бастады. Енді бұл жүргізуші жылдамдығы үлкен болғандықтан экстрені тежеуге тура келді. Яғни бұл осы жылдамдықпен ешқандай жылдамдығын бәсеңдетпей, осы жылдамдықпен келіп осылай жолға ауыстырған кезде мыналар бірден тоқтап жатыр осы жерде, мына пешеходты өткізу үшін. Сол кезде мына жүргізуші рулін былай қарай бұрды, оңға қарай. Бірақ рулін бұрып тұрып, ол тежеді бірден. Тежегішті басты. Яғни дөңгелегі блокталды да, мына жерден жерге сызып барып, шиық деп барып тоқтады ол. Бірақ оның руль дөңгелегі осылай бұрылып тұр оңға. Бірақ ол неге бұлай жүріп кете алмады? Себебі ол тежегішті басқан кезде бұл жерде мына дөңгелегі зырғанап барды. Зырғанаған кезде бітті. Ол рульді былай бұрса да, ол көлік тыңдамайды. Бұл көліктің салмағы тоннадан астам. Сол себептен бұл жерде мына жүргізуші рульді бұрғанның өзінде былай кете алмайды. Негізі ода егер тежегішті баспаған кезде былай кетуге мүмкіндік бар еді. Бірақ бұл жерде ол жүргізушіде мынандай дистанция өте аз болып қалғандықтан ол тежегішті басуды шешім қабылдады. Тежегішті басайын деп резко тежегішті басты рефлекс бойынша. Сосын тежегішті басқаннан кейін руль дөңгелегі, алдыңғы дөңгелегі былай бұрылып тұрып, ол осы жерде тоқтап үлгерді, бірақ артынан соққан жоқ. Шиық деп барып тоқтап үлгерді. Енді ол мына жерде тежегішті баспай кішкене басып рульді былай бұрып маневрировать етіп кетуге болар еді, бірақ оның өзінде ол үлгермей мынаны осылай сырып кетуде ықтималдылығы бар еді. Сонда ол жүргізушіге ол бізден қарағанда оған ол анық білінеді. Яғни жүргізуші іште отырған. Бізге қарағанда ол сезеді. Біз сырттан айта аламыз, былай кете салу керек еді деп. Ол қазір тежегіш басқан, оның шешімі, сондай тежегіш басам деп қабылдаған шешімі мүмкін осы жерде дұрыс болған шығар. Енді мына жерде ешқандай ДТП болған жоқ. Біз соның есебінен біз оны дұрыс шешім қабылдады деп ойлаймыз. Яғни бұл жерде сіз былай жасауыңыз керек. Бұл жерде сіздің түсініп алу керек ақпаратыңыз ол мынандай. Көліктің егер дөңгелекпен мына жолдың байланысы үзілетін болса, яғни дөңгелегіңіз зырғанап баратқан болса, осы жерде жердің үстімен, жолдың үстімен, онда сіз руль дөңгелегін қай жаққа бұрсаңыз да, ондан
пайда жоқ. Мысалы оңға бұрсаңыз да немесе солға бұрсаңыз да одан пайда жоқ. Себебі көліктің салмағы қайда ауып жатыр, оның салмағы тіке ауып жатыр алға қарай. Сол алға қарай ол жүре береді. Түсінікті ма? Мысалы ол жаңағы біздің бірінші жағдайда жүргізушіміз былай жасап отыр. Мынау былай жол бұрылып жатыр. Сол кезде мына жүргізуші келеді, осылай келе жатып, рульді бұрған былай қарай, бірақ соның өзінде оның көлігі былай кетіп бара жатыр. Байқадыңыздар ма? Неге? Себебі көліктің салмағы солай қарай тартып жатыр. Енді жолда жүрген кезде сіз мына жолда жаңбыр жауғанның өзінде немесе жолдың беті ылғал болып тұратын болса, сіз біліңіз, ол норма ситуация емес. Мына жолда жүрген кезде сіз біліңіз, тұман жағдайы, қар жауып жатқан жағдай, жаңбыр жауған жағдай, қатты нөсер болып жатқан жағдайлардың барлығы мына жолда уже сіз өте мұқият жүруіңіз керек деген мағынаны білдіреді.